Ал құрметті достар, біз 20 сұрақтық нұсқа талдауымызды бастайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда көшпелілердің үлкен империясын құрған тайпа. Ол әрине бізде жауабы үйсіндер, қаңлылар, сақтар, ғұндар дейтін варианттар, нұсқалар бар екен. Біздің бұның ішінде әрине ғұндар болып табылады. Ғұндар 3 ғасырда жаңағыдай өзінің мемлекеттерін құрып, жаңағы батысқа көшпелілердің ұлы көші деген жаңағы немен тарихқа жазылып, ұлы көші деген атаумен қалып, жаңағыдай батысқа қарай жорық жасаған болатын. Келесі сұрақ. Сақтар емес әрине. Сақтар олар жоқ. Олар қатты көше қойған жоқ. Қаңлылар оңтүстік қазақстанда орналасқан. Үйсіндер тоже оңтүстік қазақстанда орналасқан, ешқайда көшіп қойған жоқ. 552 жылы Жужандар әскерінің талқандалуы негізінде құрылған қағандық. Ол әрине Қарлық, Түрік, Түргеш, Оғыз деп 4 жауап беріп қойыпты. Ол бізде әрине түрік қағанаты болып табылады. Неге түрік қағанаты? Неге құрылған қағандық? Себебі түрік қағанаты жаңағыдай Жужандардан өзінің тәуелсіздігін алып, оларды талқандау арқылы өзінің тәуелсіздігін алатын болатын. 552-ден 603 жылға дейін. Үшінші сұрақ. Қазіргі Шымкент қаласының батыс жағында өткен бүкіл қазақтық құрылтайды анықтаңыз. Ол әрине Ордабасы құрылтайы. 1726 жылы Ордабасыда 300 басы қосылып, құрылтай болып өтеді. Әрине. Қазақ газетінің негізін қалаған тұлға дейді. Бұл бізде Ахмет Байтұрсынұлы болып табылады. Кемеңгеров, Тынышбаев, Дулатұлы жоқ. Ешқайсысы келмеді. Әрине Ахмет Байтұрсынұлы. 13-18 жылдар аралығында қазақ газетінің негізін қалап, жаңа туындыларын шығара бастады. Тынышбаев Жетісудың несі болып табылады. Жетісудың депутаты. Міржақып, Дулатұлы жоқ, оған мүлде келмейді. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына түрткі болған жағдай жауаптарында Ауғанстанға әскери енгізілуі, карточкалық жүйенің енгізілуі, республика басшысының ауысуы, ядролық қарудың сыналуы. Енді бұл әрине А деңгейлі өте оңай сұрақтардың бірі деп айтсам да болады. Бұл әрине карточкалық жүйенің енгізілуі емес, республика басшысының ауысуы. Әзір кішкене күте тұрыңыздар. Республика басшысының ауысуы. Республика басшысының ауысуы болып табылады екен. Республика басшысының ауысуы. Солтүстік және орталық Қазақстан аумағында орналасқан сақтардың мәдениеті, ол әрине Берел, Ұйық, Тасмала, Бешатыр дейді жауаптарында. Бұл әрине Тасмала мәдениеті болып табылады. Неге олай? Бұл солтүстік және орталық Қазақстанда орналасқан. Тастардан кішігірім дөңгелектеп қашау арқылы пайда болған мәдениеттердің бірі болып табылады екен. Солтүстік және орталық Қазақстандағы тараған сақтардың мәдениеті. Бешатыр бізде шығыс Қазақстанда, Ұйық мәдениеті емес, Берел мәдениеті ол бізде көбінесе қарастырылмайды. Солтүстік шығыстан ғұндардың ығыстыруы нәтижесінде қаңлылар қоныстанды. Солтүстік шығыстан ғұндардың
ығыстыруы нәтижесінде қаңлылар қоныстанды. Ол әрине солтүстік шығыстан ғұндардың ығыстыруы нәтижесінде қаңлылар қоныстанды. Солтүстіктен әрине Қазақстанның оңтүстігіне, Шаш өңіріне келіп қоныстанды. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырларда және де кешірім сұраймын. Қасым хан өзінің сыртқы саясатында зор мән берген мемлекет. Сібір хандығына, Ақ Ордаға, Шайбани мемлекеті және де Ноғай ордасына. Әрине бұл Ноғай ордасына екен. Ноғай ордасына өте көп мән беріп, соларға қарай шабуылды бастайды. Маңғыстаудағы адайлар көтерілісінің жеңілу себептерінің бірін анықтаңыз дейді. Сұлтандар мен рубасылар көтерілісті қолдамады. Жеңілу себептерінің бірін анықтаңыз. Маңғыстаудағы сұлтандар мен рубасылар көтерілісті қолдамады. Рубасыларының бір бөлігі көтерілісшілерді қолдамады. Хан билігіне, патша үкіметіне қарсы жүргізді. Көтеріліс 3 бағытта жүргізілді. Жеңілу себептерінің бірін анықтаңыз деп тұр. 3 бағытта жүргізілді емес. Хан билігіне, патша үкіметіне қарсы күрес жүргізді. Болып табылады. Рубасыларының бір бөлігі көтерілісшілерді қолдамады. Сұлтандар мен рубасылар көтерілісті қолдамады. Жоқ, әрине бұл хан билігіне, патша үкіметіне қарсы күрес, екі жақтама қарсы күрес болды. Қазақ АКСР астанасы Орынбордан Қызылордаға көшірілді. Қазақ АКСР астанасы Орынбордан Қызылордаға көшірілді. Ол әрине 1925 жылы Орынбор қаласынан Қызылордаға көшірілді. 25-тен 29-ға дейін Қызылорда болды. 29-дан неге дейін 91-ге дейін Алматы қаласы болды. Осымен бізде 10 сұрағымыз аяқталды. Енді алдағы уақытта мынау контекстті орындайтын боламыз. Мына жерде полный түгел контекст берілген. Толық контекст беріліп қойған бізде. Осыған қарап шешеміз. Мәнмәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Асфендияров оқыған Петербургтегі оқу орнын анықтаңыз. Әскери медициналық академияны, әрине. Бізді оқыды. Әскери теңіз министрінің стипендиясына оқыды. Алдымен қиырдағы термезді кентірсін өңірінде әскери дәрігер ретінде майданда болды. Петербургтегі оқу орны, ол бізде әрине болды. Түсіп тұтқынға алынды. Жылы Ресейдің алмасу барысында Швеция арқылы туған жеріне қайта оралды. 1919 жылдан бастап Түркістан Республикасының денсаулық сақтау егіншілік халық комиссары болып жұмыс жасады. Осыдан Мәскеудегі тұрақты өкілі болды. Асфендияров Орта Азия бюросы орталық комитеті БОАК төралқасы ақпаратында жауапты қызметтер атқарды. Бірінші Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры, Қазақ КСР денсаулық сақтау халық комиссары, КСР ғылым академиясы қазақ базасы төрағасының орынбасары болды. Мен әуесінде және оның белгілері болды. Реалдық училищені теңіз министрінің стипендиясына оқыды. Алдымен қиырдағы термезде, кейін Түркістан полкында әскери дәрігер ретінде майданда болды. Әрине, бұл әскери медициналық академияны оқыған оқу орны. Заң факультеті емес, орман институты емес, артиллериялық училище емес. Мәнмәтінді пайдаланып, Асфендияров мамандығын анықтаңыз. Әскери дәрігер, аудармашы, хатшы, өнертанушы, ғалым, сот көмекшісі. Мамандығын анықтаңыз. Әрине әскери дәрігер болған. Немесе тарихшы деп айтады. 13-ші сұрақ. Мәнмәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Санжар Асфендияровтың жазған еңбегін анықтаңыз.
жол тайкышы, әдебиет тарихы және де Қазақстанның өткені деректер мен құжаттарда еңбегін басып шығарады екен. Екі еңбегі бар. Деректер мен Қазақстанның өткені деректер мен құжаттарда және де тағы бір еңбегі жарық көреді. Мәліметінде және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Асфендияров қатысқан соғысты анықтаңыз. Орыс-швед соғысы емес, екінші дүниежүзілік соғыс емес. Әрине, бірінші дүниежүзілік соғыста әскери қызмет, Түркістан полкінде әскери қызмет атқарды. Орыс-жапон соғысы емес, әрине достар. Тарихи білімдеріңізді және мәліметінде пайдаланып, Асфендияровтың ғылыми қызметіне қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз. Асфендияровтың ғылыми қызметіне қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз. Археология мектебінің негізін қалады? Жоқ. Медицина институтының алғашқы ректоры? Аха. Дұрыс дәйекті анықтаңыз. Медицина институтының алғашқы ректоры болды. Қазақстанның өткені деректер мен материалдар атты тарихи ірі еңбекті жазды. Өткені деректер мен материалдар атты тарихи еңбекті жазды. Өте орынды. 18 ғасырдың соңындағы көтерілістер жөніндегі монографиялық зерттеулер жүргізді. Әрине, ғылыми қызметіне қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз. Әрине, ол 2 мен 3 жауап болады. Әрине. Онда істейін, осылай Санжар Асфендияровтың контексті бітетін болады. Келесі Бақытжан Қаратаев туралы контекст. Ағартушы демократ, Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының Бақай ауылында дүниеге келген. Сұлтан тұқымынан тарайды. Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың шөбересі. Орынбор гимназиясының, Петербург университетінің заң факультетінің үздік бітірген. Осы жерде заң факультетін үздік бітірген Бақытжан Қаратаев. Ал бізде Асфендияров, ол бізде әскери дәрігер мамандығын толық бітіріп шығады. Бітірген 1914 жылдар аралығында кадет партиясының мүшесі болған. Бақытжан Қаратаев осы естеріңізде болсын, кадет партиясының мүшесі. Және де Әлихан Бөкейхан екінші мемлекеттік думаға депутат болып қатысып, жер-су мәселесі бойынша қазақ халқының мүддесін қорғап сөз сөйлеген. Екінші мемлекеттік думада аз уақыт жұмыс істегеніне қарамастан, оның қазақ депутаттары Ресей парламентіне өлкедегі жағдайдың шындығын жеткізуге мүмкіндіктің бәрін істеді. Халықтың құқығын қорғауда еңбек сіңірген Бақытжан Қаратаев большевиктердің қазақ халқына қарсы ұйымдастырған нәубетіне батыл үн қатқан. Қазақ өлкелік комитетінің бірінші хатшысы Голощекинге қарсы шығып, халықты қырған, аштыққа ұрындырған, қылмысын бетіне басқан сынды деген нелер бар. Мәліметін және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Бақытжан Қаратаев мемлекеттік дума депутаты болып сайланған облысты анықтаңыз. Ол әрине Батыс Қазақстан Орал қаласының депутаты болып сайланған болатын. Орал қаласының депутаты болып сайланды. Түсінікті ғой, Семей емес, Семейден жаңағы әрқайсының датасымен жата алсаңыздар болады. Семейден Әлихан Бөкейхан мен Нүркенов, Торғайдан Ақмоладан Қосшығұлы, Оралдан Қалменов, Қаратаев, бізде Торғай облысынан әрине. Торғайдан да шыға береді екен. Қазір кішкене күте тұрыңыздар. Жетісудан Мұхамеджан Тынышбаев болады депутаттыққа. Мәліметінде және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Бақытжан Қаратаевтың мамандығын анықтаңыз. Бақытжан Қаратаев қандай мамандықты бітірген? Әрине, ол заңгер мамандығын бітіретін болады.
Так, заң факультетін үздік бітірген мүшесі болды кадет партиясының, және де депутат болып жаңағыдай жұмыс жасаған. Сол себепті бізден заңгер мамандығы болады. Педагог емес, әрине заңгер мамандығы. Так, келесі сұрақ. Мәлімет және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Бақытжан Қаратаевтың саяси қоғамдық қызметінің өрлеген уақытын анықтаңыз. Яғни саяси қоғамдық қызметінің өрлеген уақыты, ол әрине контекстке қайтадан оралайық. Кадет партиясының мүшесі болды 1905-14-те. Екінші мемлекеттік думаға депутат болып қатысып, жер су мәселесі бойынша қазақ халқының мүддесін қорғап сөз сөйлеген. Жұмыс істегеніне қарамастан, қазақ депутаттары Ресей парламентіне өлкедегі жағдайдың шындығын жеткізу мүмкіндіктерінің бәрін істеді дейді. Сонда бізде 20 ғасырдың соңы қоғамдық қызметінің өрлеген уақыты 1907 жылдар болып табылады екен. Бізде әні-міне дегенше екі сұрағымызға да келіп қалдық. Мән-мәтін және 19-шы сұрақ, және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Бақытжан Қаратаевтың екінші мемлекеттік думада қозғаған мәселесін анықтаңыз. Ағарту мәселесі емес, діни мәселе емес, әскери мәселе емес, аграрлық мәселені қозғайды. Қазір қайтадан оралайық. Жер су мәселесі бойынша қазақ халқының мүддесін қорғап сөз сөйлеген екен. Әрине, ол бізде жер су болғандықтан, әрине аграрлық мәселе болып табылады. Ағарту мәселесі емес, діни емес, аграрлық мәселені көтеріп, сол туралы сөз сөйлеген. Мәлімет және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, екінші мемлекеттік думаға қатысқан қазақ депутаттарын сайлаған облыстармен сәйкестендіріңіз. Так, Ахмет Бірімжанов бізде Торғай облысы. Бірімжанов Торғай облысынан қатысқан болатын. Так, одан кейін Қосшығұлұлы бізде Ақмола облысынан. Шаймерден Қосшығұлұлы, сосын Бақытжан Қаратаев бізде ол әрине Орал облысынан қатысқан болатын. Тынышбаев ол әрине бізде Жетісу қаласынан қатысатын болады, қатысқан болатын. Так, ендеше бізде 1 В, 2 С, 3 Д, 4 А. Бізде А варианты болады екен. А варианты жауап болады екен. Мінекей әні-міне дегенше 20 сұрақтық нұсқа талдауымызды аяқталып, өз мәресіне жетті. Жақсы оқыңыздар. Алдағы уақытта 2010 жылға және 2011 жылға және басқа да түлектерге Құдай қаласа ұбт-да сәттілік тілеймін. Видео ұнаған болатын болса, нұсқа алдағы уақытта лайк басып қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да нұсқа талдауларды көбейтетін боламын.